Сәлеметсіздер ме достар, бүгін сіздермен ең дәмді капуста по-корейски жасайтын боламыз. Ол үшін менің каналыма міндетті түрде жазылыңыздар және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жарты бөлшек капустаны екіге бөлеміз және де оның қатты бөлшектерін кесіп алып тастаймыз. Сонан соң видеода көрсетілгендей етіп капусталарды квадрат пішінде кесіп аламыз. Квадрат бөлшектеріміз өте қатты, кішкентай немесе үлкен болмауы тиіс. Мінекей капустаны турап алдық. Енді оған татымына қарай тұз саламыз. Және де араластырмас бұрын бір-біріне бірігіп тұрған капусталарды ажыратамыз. Сонан соң капустаны жеңіл араластырып, бетін жауып жарты немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді 1 сағат көлемінде тұрған капустаны жеңіл араластырамыз. Капустаны күш салмай араластыруымыз қажет. Келесі кезекте сәбізді күштен өткізіп аламыз. Сәбізді күштен өткізіп болғаннан соң оны капустаның үстіне қосамыз. Және де сарымсақты күштің арнайы көзінен өткізіп немесе ұсақтап турап қосамыз. Келесі кезекте салатқа дәмдеуіштерді және де сірке суын қосамыз. Осы уақыт аралығында табамызға май құйып, оны қыздырып аламыз. Салатқа қант қосып, артынша қызып тұрған майды құямыз. Және де оны жеңіл күш салмай араластырып аламыз. Сосын 2 сағаттан соң салатымызды дастарханға дәм ауыстыруге ұсынсақ болады. Достар, жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде менің каналыма жазылыңыздар, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.